Сәлем достар, технологиялар әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз заманымыздың ең маңызды технологияларының бірі 5G туралы сөйлесетін боламыз. 5G біздің өмір сүру салтымызға айтарлықтай өзгеріс алып келетіні рас па? Ақпаратты алмасу жылдамдығын секундына 1 гигабитке дейін ұлғайтудың қандай маңызы бар? Сонымен қатар көпшілікті толғандыратын сұрақтардың бірі 5G-дің адам денсаулығына әсері туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын арнаға жазылып кетуді ұмытпа. Ендеше кеттік. Қысқаша тарихқа келер болсақ, 5G немесе ұялы байланыстың 5-ші буыны 4-ші G-ден кейінгі мобильді желілерді дамытудың келесі қадамы болып табылады. Ұялы байланыстың 5-ші буынын құру туралы алғашқы зерттеулер 2008 жылы басталды. 2012 жылдың 8 қазанында Ұлыбританияда 4G-ді алмастыру үшін байланыс технологиясын әзірлеу мақсатында 5G зерттеу орталығы құрылды. Сол жылы 5G стандарттарын анықтау үшін метис жобасы ұйымдастырылып, әлемдік жетекші форумдарда талқылау арқылы 5G желісінің дизайнын жобалауда маңызды нәтижелерге қол жеткізуді мақсат тұтты. 2013 жылдың мамыр айында Samsung Electronics компаниясы 5G жүйесін ойлап тапқанын мәлімдейді. Сол жылдың қазан айында Huawei компаниясы LTE, яғни 4G желілерінің жылдамдығымен салыстырғанда деректерді беру жылдамдығын 100 есе арттыратын технологияны дамытуға $600 миллион инвестиция салғанын мәлімдейді. 2014 жылы Huawei компаниясы Мегафон байланыс операторымен бірлесіп, 2018 жылғы Ресейде өтетін футболдан әлем чемпионатына 5G желісін салу туралы жоспарын жариялайды. 2016 жылы технологиялық тестілеу барысында 5G желісі секундына 5 гигабит жылдамдықты көрсетті. Бұл бейнені 8K Ultra HD ажыратылымдылығында жіберуге мүмкіндік берді. 2016 жылдың қазан айында Qualcomm 5G желісін қолдайтын алғашқы мобильді модемді ұсынды. Тарихымен таныс болсақ, енді 5G біздің өмірімізді қалай өзгертетіні туралы айтайық. Көптеген адамдарда мобильді интернеттің жылдамдығын көбейтудің қандай қажеттілігі бар? Онсыз да 4-ші буынның жылдамдығы кез келген фильмді, бейне жазбаны ешқандай қиындықсыз көруге мүмкіндік береді емес пе? Деген сұрақ туындайды. Әлбетте, қазіргі таңда 4G желісінің жылдамдығы біздің барлық қажеттілігімізді жабуда. Бірақ жыл өткен сайын өміріміздің барлық саласында даму үрдісі байқалады. Мысалға, кино саласын алатын болсақ, фильмдердің сапасы, бейненің ажыратымдылығы жыл өткен сайын өсуде. Ол өз кезегінде деректердің көлемінің ұлғаюына алып келеді. Ондай фильмдерді кедергісіз көру үшін бізге қазіргіден жылдам интернет қажет болады. Бірақ 5G қарапайым адамдардың көрі негізінен машиналарға, құрылғыларға қажет технология. 5G стандарты заттар интернетінің ауқымды жұмыс істеу үшін қажет. Осы технологияның арқасында интернетке ондаған миллион құрылғыларды қосуға болады. 5G желісін игеру экономиканың көптеген секторлары үшін дамудың қуатты стимуляторы бола алады. Ең алдымен жоғарғы жылдамдықты деректерді беру және көптеген байланыстар өнеркәсіпті роботтандыру және диджитализациялау процесі кезінде үлкен көмек тигізеді. Технология автономды көлік, яғни өздігінен жүретін автомобильдерді одан әрі дамыта отырып, жолдарда коммуникациялық желілерді құру үшін де енгізілуде. Виртуалды және толықтырылған шындықтарды құруға және басқаруға мүмкіндік беретін AR, VR бағыттары да жаңа серпін алады. Бұл ойын-сауық индустриясын жаңа деңгейге көтеріп қана қоймай, білім мен медицинаға да жаңа мүмкіндіктер туғызады. 5G көмегімен виртуалды оқыту және телемедицина жетіспейтін көлемге ие болады. Сондай-ақ 5G келесі буынның цифрлық қаржы қызметтерін енгізу арқылы финтех және электрондық коммерция индустриясының қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Uber, Alibaba, WeChat және Amazon сияқты компаниялар қазірдің өзінде жасанды интеллект, блокчейн жүйелері, iOS және жедел төлемдерді қолданады. 5G желісінің көмегімен бұл бағыттар нарықта басымдылыққа ие болады. Енді көпшілікті алаңдататын сұрақтардың бірі 5G адам денсаулығына зиян ба деген сұраққа жауап іздейік. 2020 жылы пандемия кезінде 5G қоғам арасында ең көп талқыға түскен тақырыптардың бірі болды. Мысал ретінде Швейцария мемлекетін алсақ, ол 5G-ді ауқымды түрде жүзеге асырған ақш пен Кореядан кейінгі 3-ші мемлекет болды. Алайда елдегі биліктің ақпараты бойынша тұрғындардың жартысы антенналардың жаңа буыны адам денсаулығына зиян келтіреді деп қорыққан.
Осыдан кейін министрлер кабинеті федералды қоршаған ортаны қорғау агенттігін иондамайтын радиация деп аталатын деңгейлерді өлшеуге, оның қауіпін бағалауға және олардың нәтижелері туралы халықты үнемі хабардар етуге шақырды. Сонымен қатар смартфондардың радиация деңгейі барлық жерде және әрдайым өлшене бермейді. Бұл мәселе бойынша сарапшылардың әлі де ортақ пікірі жоқ. Жаңа ұялы байланыс стандартына көңілмен қарайтын электромагниттік өріс физиктерінің тобы EMF-Science.org деген сайт құрады. 2015 жылы олар мобильді таратқыштар қатерлі ісік қаупін, жасушалық стрессті арттырып, гендерге зиянды әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар адамдардың есте сақтау қабілеті мен оқу қабілетін төмендетеді деген пресс-релиз жариялайды. Олардың жариялаған баяндамасында радиацияның әсерінен егеуқұйрықтарда жүрек қатерлі ісігі пайда болатындығы туралы дәлелдер келтірілген. Американдық қатерлі ісік қоғамы ұялы байланыстың адамдарға әсері туралы зерттеулердің мета-анализін зерттейді және ұялы телефонды белсенді пайдалану кезінде қатерлі ісік қаупінің жоғарылауы туралы ешқандай дәлел таппады. Олардың британдық әріптестері мұнаралар мен смартфондардың әлсіз радиациясы қатерлі ісік тудыратындай ДНК молекулаларында химиялық байланыстарды бұзу үшін жеткіліксіз деп мәлімдеді. Қорытындылай келе, 5G бұл біздің болашақ өмірімізге көптеген артықшылықтар мен мүмкіндіктер әкелетін қуатты технология деп айта аламыз. Оны орналастыру қазіргі таңда көптеген елдерде қарқынды жүріп жатыр. Бұл ретте Қазақстанда шет қалмады. Елімізде 5G желісін Алтел, Теле2, сонымен қатар Билайн ұялы операторлары орнатуды бастап кетті. Егер сізге бұл бейне жазба ұнаған болса, технология мен инновация туралы одан да қызық ақпараттар алу үшін біздің арнаға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.